айтып менің мұрнымды, Айнұр жұртты күлдірді. Шамаң жетпей қалар деп мені ерте бүлдірді. 6 бала тудырған жамандама бұрғымды, пенсияға шыққанша пайдаланам құрғырды. Қайлайым, қайым. Елден ұят болады-ау, бұл сөздің айтсам жалғасын. Айғатылам деп арыстан сындырып апты жамбасын. Бұрғысын мақтап қоймайды, бұл қалай естен тамбасын. Біздің дәл алдымызда айтысқан Жәкен дейтін молданы білетін едің сен жасын. Сүндеттер бала табам деп Ақжайыққа келіпті, сағанда көзін салмасын. Мынау ел мәз боп күлсін деп, кімге тиіскелі жүрсің деп, мақтап отырған бұрғыңды түбімен кесіп алмасын. Жайықтың жайсан ел жұрты, тек қуанышты болыңдар. Бұзылып жатсам молдалар жауап айтатын жөнім бар. 4 әйел алам деп қояд, пайғамбардан қап кеткен әрине сүннет жолың бар. Сен бірақ дұрыс қажедің, оңыңмен білер солың бар. Атыраудағы ел жұртын бүгін кешкісін қыдырмай үйлеріңе барып қоныңдар. Қыздарды іздеп жұтынған, әйелді көріп құтырған, бұзылған қажы кеткенше қыздарға ие болыңдар. Сырым сен бұндай топқа кіріп келме. Қандай топ па? Басыңыз Стамбулда біріккенде, қолыңмен таңға дейін еңбектедің. Ортаға желпіндің ғой шығып демде. Қарағым бұдан бұлай сен Айнұрдан, қызым береді екен деп үміттенбе. Айнұр апаң ешқашан қыз бермейді, қолымен жұмыс істейді жігіттер. Бермесін Жандарбекке көмек ешкім. Сырым деген қолменен жұмыс істейді. Несіне ақындармен ерегестің. Жігіт деген қолменен жұмыс істейді, аузымен жұмыс істейтін сен емессің. Кім не ойлап отыр, ей? Алтынбек дегенді ойлап отыр.
Gel akıllı çay gel ey. Akıllı çay. Бұл сырым ең керегі жеңіс дейді. Жандарбек саған оңай беріспейді. Бұл ойды бәкең айтып бүлдірді ғой. Ya, ne kadar hatalı söz edeyim şey başlıyorsunuz bakma. Бұл сөзді бәкең айтып бүлдірді ғой. Жандарбек ол ойыңмен келіспейді. Ақталып ел алдында не қылайын? Сөзіңді естісе де тегісмейді. Айтыста кімнің аузы дәу болса егер, жұмыста аузы менен сол істейді. Ағынсың әрбір сөзі шеге кетең, Айнұр сен бұл айтыста кереметең. Былтыр Мұхтар мынандай бір сөз айтқан, соны айтам, құлағың сал еле көкем. Баяғыда Қожа Насыр шапанының, білсеңіз оған құны бөлек екен. Қай жаққа да барса да тастамастан үстіне жапсырып келеді екен. Мұны көрген кемпірі Қожекеңе қайта-қайта олырса береді екен. Шапанды неге кидің деген кезде Қожекең былай сөзін өреді екен. Шапан кисем жастық шағым елестейді деген сөзбен кемпірін жеңеді екен. Сол кезде кемпірі көңілденіп, екеуінің ортақ қамын жеген екен. Шапан кисең жастық шағың елестесе, түнде де киіп жатшы деген екен. Біз келіп отқан бұл өлке қойнауы құтты мекен ғой. Ал Жарқынбектей ұлдары демеймін бізге бөтен ғой. Бес баланың папасың, бала табудың ағайын құпиясы көп екен ғой. Шапан киіп ұйықтасам, күш қуатым тасыйды деп қазір ғана көтерді ой. Папам мықты деп жүрсем, шапан мықты екен ғой. Шымкентте ақын көп, ешкімнің жоқ қой таласы. Барлығы да көп балалы, сенбегендерің санашы. Жарқынбек пенен Маржанның бар еді 5 баласы. 4 перзентті бегарыз, алыс емес ауарасы. Бұлар неге көбейіп кетті ғой деп Айнұрдың сандалып еді санасы. Шымкентский вариантпен баланың санын көбейткен қулықтарына қарашы. Ынтымақпенен бөлісіп, бір ауыздан бәрі келісіп, жалғыз шапанды кезекпен киіп жатқан ау шамасы. Жарқынбек мына сөзін еске алады.
Бар білсең көбеюдің естамалы. Үстімізден сол жапанды шешпеген соң, әке болып жүрміз ғой көп балалы. Ал енді әр ұлттардың ісін көрсең, көбеюден көбісі шет қалады. Мысалы ағылшындар әйел затын деп білгенмен қоғамның текті адамы. I love you деп әйелін өліп өшіп, бірақ бала туған соң тоқталады. Ал орыстар я тебе люблю дейді, онымен тудырады неш баланы. Біз болсақ әрі жатшы деп жүріп ақ, өмірге әкелдірдік 5 баланы. Ей, сендегі жоқ нәрсені маған берді, мендегі жоқ нәрсені саған берді. Бір-бірінен тапсын деп өзгерегін, өмірге әйел ер боп адам келді. Сондықтан тәуелділік дәнін себер, мұқтаждықтың сапарын жаның шегер. Махаббат болмас еді әр адамның, өзгерегі өзінен табылса керір. Өмірде жоқ іздеген жүргінші көп, тапқанша мың торғып мың күрсінеді. Ей, 20-ға жас жеткесін қиын екен, сақинасын іздейді шылдыр шүмек. Сөзінен өзен ағып тауғылаған, өлеңін естігендер балбыраған, 20-ағын 2 күндей жырлағанда, ауағасы беріпсің мәнді маған, мән мынаған. Бұл айтысқа не үшін келдің дейді, жауабында айтайын саңғыраған. Біреулер халқым үшін кеп тұрмын деп, өлеңін айтып еді жан жылаған. Біреулер алтын үшін келмесе де дәм етіп кетіп еді домбырадан. Ал менде екеуі де 50-50. Осылай айызыңды қандыр алам. Ойымда халқымда бар, алтында бар, алға мақсат қоймай ма әрбір адам. Осы жол тағы да ала алмасам қайтемін, қанағатпен жанды бағам. Мен бірақ айтқанымнан қайтпаушы едім, олжамды түп алармын заңды болған. Үйімді 3-4 жылда еңбектеніп қайтадан түлей алам, жаңғыр алам. Жарыма 7 бала таптырсам да, мемлекеттен бір алтын бәрібір алам мәгиға. Бірақ бұл бұйырмайдау пақырына, сенбесен құлағың сал ақыныңа. Көп балалы болуда қиын қазір, көбейсін десек елдің сапымына. Бір үйде 15 бала, 15 адам қонып жатса, қалайша жақындайсың жақыныңа. Кеш батса Қазақстанның көбейтем деп, неше түрлі ой келеді шатырыңа. Идеяны жүзеге асыру үшін ұйықташ деп жалмасын батырыңа. Өкіметтен беретін жәрдемақы болмайды аналарға татымыда. Көп балаға бергені 10.000 теңге, осы менің сыймайдау ақылыма. Осыны көріп тұрып қайта-қайта қу дөгеде яласын қатыныңа. Оқ жонып жастайымнан әке көрдім, айтысқа тың жаңалық әкелермін. Ай нұрау көркіңізге садаға деп, аспандағы айды да әперермен.
Толған айдай толықсып келгенсізді, толағайдай төбеме көтерермен. Мен бірақ көп білмейтін баламын ғой, болуда заңдылық қателердің. Өзіңізге бір сұрақ қояйыншы, жауап берсең қолымда мәпелермен. Ардың бетіменен ерні тәттей, қай жері тәтті болат тәтелердің, ей тәтелердің, ей әгигәгім ай. Қырағы көзді қыраным, шынға біткен шынарым, апаңа қатты ұнап тұр әуенің тәтті жырәнің. Айтысқа алып келіпсің өлеңнің мөлдір бұлағын. Бәлелігіңде бар екен қалқайып алып құлағың. Қай жерің тәтті тәте деп ұят қой мына сұрағың. Үйдегі әкеңнен Қабағы босап қапты, даусы шант нашар, капитальный ремонт керек екен. Тәушен-ау, шаршадым деп қойма нүкте. Ремонт деген біз үшін емес түкте. Өзіңді әдемілеп жөндіредім, кездессең мен сияқты механикке. Босаған болтыңды бұрар едім, тексеріп астыңды яй шығар едім. Тотбасқан жердеріңді майлар едім, өзіңді алда артқа айдар едім. Шприспен салидор жіберерем, жерін қама сонысын жібемеген. 5-6 gün apkatkeden ötküzerim, keselin bəlengdi bir ketkizerim. Tavşanı ökben bolmaz sonun keyin, şalın ayy aman esen jetkizerim. Ay kempir şal osılay bop tildesemez, Orsub kalıp kaytadan birlesemiz. Umtup cana men tağı ketip bungoy elgeşekке ekövümüz mingesemez. Biz kempir maqtağanға tasamaydı, söz tapay sizdey şalğav sasamaydı. Ay bir yerin boltun bektem deysin, baza basında Kudaymakты jaratkan koy, kempirlerдің bolutu bosamaydı.